أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله تعالى مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخرجه الشيخان والترمذي. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жеткізеді. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün айтты дейді: ла хасада, қызғаныш жоқ, илля аля снатейн, екі нәрсеге ден басқа қызғаныш жоқ дейді. Ендеше екі болса екі нәрсеге қызғануға болады екен. Егер осы екі нәрсе адамдарда болса, оны қызғануға болады. Негізінен адам бойындағы осындай қырсықтық, қызғаныш деген нәрселер бар. Оның өзінің жұмсалатын орындары бар. Оның бәрін жоққа жіберуге болмайды. Ендеше болса жұмсалатын нәрсені Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қайда жұмсаймыз? Осында екі нәрсеге жұмсауға болады. Қызғаныш. Біріншіне ражулун атахуллахул Құран. Бірінші бір адамға Алла тағала Құранды береді, Құран нәсіп қылады дейді. Ендеше Құранда екінің бірін Алла тағала нәсіп қыла бермейді екен. Көптеген адамдар бар, Құранды жатқа біледі, бірақ онымен амал жасамайды. Мен өмірде көрдім, мысалға, Құранды жатқа біледі, бірақ намаз оқымайды. Ендеше бұл адам, ол Құранның қадірін біледі. Ендеше Алланың Құранды берген адамдар деген сөз, ол тірі Құран деген сөз. Яғни Құранмен амал еткен адам, ол тірі Құран деген сөз. Ол Құранның пайдасын біле алған адам деген сөз. Міне екінің біріне берілмейтін нәрсе болса, Құран Алла тағала берген екен. Ендеше фахуа яқум бихи ана лайл ва ана нахар. Мысалға адамға, мысалға бір бай бір адамға бір енді осымен мал тап, дүниені тап деп оған бір жағдай жасап берсе, оны қайда қалай пайдаланар еді? Жай ғана бір қарапайым бір адамға енді такси айдайды, күн көр деп бір машина берсе, көлік берсе, оның өзін қалай еді? Күндіз түні осы Алматының ішінде такси айдатып, өзінің бала шағасының нәпақасын табуға тырысар еді. Шаң болса өзі қолымен сүртіп, сол сүрткен кезде сол сүртіп жатып, оның бір ләззатын татар еді. Сол секілді де үлкен бір кәсіп құрған адам да бәрі қайсы болсын берілген нәрсенің қадірін білсе, адам сонда ғана өзінің сол нәрсенің бақытын ләззатын сезеді. Ендеше Алла тағала бір кісіге Құран берген екен, ол Құранды жаттайды екен, ол Құранмен амал етеді екен, ол Құранмен өмір сүреді екен, ол Құранды тәпсірін жасайды екен, ол Құранды отбасына пайдаланады, ол Құранды қоғамға пайдаланады, ол қоғамда достарының арасына пайдаланады, ол қоғамда ата-анасына пайдаланады, ол қоғамда өзінің бала шағасына, Құранды өзінің бала шағасына пайдаланады. Міне осы адам дейді, фахуа яқуму бихи ана лайл ва ана нахар. Күндіз түні бұны яқуму деп отырған қама яқуму тұрғызады дейді. Күндіз түні тұрғызады деген сөз, күндіз түні осы Құранмен амал жасайды дейді. Яғни оны тек қана оқып қана қоймайды. Сонымен қатар онымен яқуму иқамес сала дейді. Мысалы намазды да тұрғызыңдар, намаз тұрғызыңдар дейді. Яғни көптеген намаз бар, өкінішке орай тұрмай жатады да. Оны тек жатқан күйі жатқызған күйі жатқызып қойып қана шектеледі. Бірақ намаздың өзі тұрғызып, рүкіндерімен, оның барлығымен сезіне біле отырып оқу керек. Фахуа яқуму тұрғызады бихи ана лайл ва ана нахар. Оны тұрғызады, күндіз түні тұрғызады дейді. Ендеше күндіз түні, күндізде де Құранды оқиды, түнде де Құранды оқиды, және күндіз түні сонымен амал етеді. Харам, халалды болсын бәрін содан үйренеді. Екінші, ендеше осындай адамда қызғануға болады екен. Шіркін-ай, Алла тағала маған да осындай бір Құран нәсіп болса, мен де Құранды оқыған уақытта
осы адам сияқты оқысам қандай ғажап болар еді. Саббаха лиллахи ма фис-самауати ва ма фил-ард деп оқыған уақытта мен де оның шіркін-ай жан дүниемен соны түсіне алсам Құранды. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون деп оқыған уақытта мен де соны солай түсіне алсам ғой шіркін. Осы хафыз сияқты, осы Құранмен өмір сүрген адам секілді мен де бір түрі Құран болсам ғой шіркін деп осыны қызғануға болады екен. Бірақ бұл қызғанудың артында не тұр? Бұл әрине қызғаныш, бұл қызығып қызғаныш. Қызғап отырып қызғану емес. Қызғаныш үйде отырып алып әрине қызығу емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисінде айтылғандай, сол секілді болуға тырысу деген сөз. Оның Құран оқыған ғана қызғануға жетпейді. Қызғанғаннан кейін енді соны жасау керек. Сонымен амал жасау керек. Міне осындай адамдарға қызғанса болады деген. Екінші, оражулун атахуллаху тағала мәлен. Алла Тағала оларға мал берген, дүние берген, бай, дүние шетет кәсібі бар, дөңгелетіп жатыр. Міне осындай ол дүниені фахуа қайда жұмсайды? Қапшағайдың казиносына ма? Жоқ әлде шетелдерді қалдырып па? Жоқ әлде арақ шарапқа ма? Жоқ, бұл дүниені Алла Тағала ендеше берген екен, ол дүниенің қадірін біліп, юнфиқуху анал лейл ва анал нахар. Күндіз түні оны жақсы жолға жұмсайды, Алланың жолына жұмсайды. Түнде жүріп, бір бейшара біреу бар ма екен деп жүріп, Хазірет Омар секілді, Омар бин Абдул-Азиз секілді түн қатып, күн қатып, кімге қажеттілігі бар, соны өтеуге осы дүниесімен тырысады екен. Ендеше осыдан да, ендеше Құраннан мақсат, онымен амал ету, күндізін оқып амал ету болса, дүниеден де мақсат, жалпы адам баласынан берілген дүниеден мақсат оны жұмсау екен, Алланың жолына жұмсау. Ол Алланың жолы қалай деген? Әуелі өзің бала-шағаңа, отбасыңа, ата-анаңа, көрші-қолаң, қоғамға жұмсайды. Кеше мынау Алаштың заманындағылар бүкіл бар тапқанын, жиғанын, баланың, қазақтың баласын оқытсақ екен деп жұмсады, сол малын жұмсады. Бір жақ туалаттар, Ахмет Байтұрсындар барлығы осы малды, мынау ашаршылық заманда да қиналып отырса да, өздері де қиналып тұрса да, сол малды дүниені аш қазаққа апарып аузына салып, бір адам болса да, бір қазақ болса да аман қалсын деді. Сөйтіп бұл берілген дүниені осындай дұрыс жолға, жақсы жолға жұмсады. Казиноға емес, басқаға емес, атағын шығарып, той-тойлатып емес, әлгі көкпар беріп, сол көкпарда өзінің атағын шығару үшін сәйгүлік шаптырып, ат шаптырып емес, өз атағын шығару үшін. Бұлар халық үшін, ел үшін, жер үшін өзінің берілген дүниесін жұмсады. Дүниені осындай бір жұмсауға жұмсады. Өздері түрмеде жатып, сосын шәйт бүкітті. Бірақ олар өлді ма? Жоқ, өлген жоқ. Бір Міржақып өмірден озды, бірақ оның артынан 100 жылдан кейін болса да, бірден жерге көміліп қайтадан үлкен бір бау-бақшаға айналғандай бүгінгі заманда Алаштың жолын қуған жас алаштықтар елімізде көрінуде. Бұлардың барлығы 100 жыл бұрын екіп кетсе де, сол 100 жылдан бергеннен кейін осы бүгін нәтижесін көруде. Ендеше осындай бір адамдарға, дүние берген адамдарға, қандай дүние берген адамдарға, ол дүниесін ел үшін, қоғам үшін жұмсаған адамдарға қызғанышпен қарауға болады екен. Қызғанышпен қарау керек. Алаштықтарға қызғанышпен ендеше қарау керек. Алланың жолында жұмсаған сол байлықтарын қызғанышпен жұмсау керек. Алланың жолында мектеп салса, мешіт салса, Алланың жолында
қоғамды тірілтуге ат салысса, енді мынандайлар бар, Құдай тағала мал берген, дүние берген, бірақ оны ол алып шетелге алып қашады, басқа қосады. Жоқ, ол оларға ондай емес. Оларға ешқандай қызығып қажет жоқ. Керісінше олардың мүсіркеп қарау керек. Малын, елдің малын жеп шетелге қашқандардың барлығы, жымқырғандардың барлығы, бұлардың барлығы ақыретте, махшарда осы қазаққа, қазақ еліне, қазақтың халқына бәрібір таратып береді. Бұл заман, бұл жерде тыққанмен махшарға барғаннан кейін сол малын сол жақта қайтарып береді. Енді ол жақта беретін малы жоқ, әрине өзінің сауабына береді. Олардың да сауабы да жоқ ендеше. Бүкіл қазақ халқы жабылып өзінің күнәсін соларға, сол жегенді ортаға алып, соларға қарай лақтырады. Бүкіл әрбір қазақ лақтырады. Міне әрбір мұсылман лақтырады. Бұндай байлық емес. Керісінше сол қазақтың өркендеуіне, елдің өркендеуіне, халқының өркендеуіне атсалысқан дүние. Міне осындай дүние ғана ол Алланың берген дүниесі болып саналады. Берекелі дүние, яғни Алланың берген деген сөз, бұл берекелі дүние деген сөз. Бірге мың береді. Бір кісіден сұраған екен, қалай бай болдың деп. Сонда айтқан екен, мен Алламен бір күні жарысқым келді дейді. Сосын мен Аллаға бердім, Алла маған берді, Алла жолына берді, мен Аллаға бердім, ол маған берді. Мен Алланың жолына 2 есе берсем, ол маған 4 есе қайтарып берді. Мен оған 5 есе, 6 есе бердім, ол маған тағы 2 есе еселеп қайтарып берді. Сөйтіп ақырында ол озып кетті, Алла Тағала жеңіп кетті дейді. Алламен жарыспақшы болдым. Бірақ Алла Тағала ең соңында менен озып кетті, мені жеңіп кетті дейді. Сөйтіп мен бай болдым деген екен. Сол секілді кешегі біздің бабаларымыз, Құнанбайлар барлығы. Құнанбайдың өзі сол байлығын неге жұмсады деген уақытта Алланың жолына жұмсады. 300-дің басын қосты. 300-дің басын қосу оңай емес. 300-дің басын қосқан үшін қарадан шыққан хан атанды. Сол секілді бір байдан кезінде бір темір жолды өзінен өткізу үшін айтқан екен оған. Сен осы темір жолды салып атқан мына орыстардың өзінің үйің жағынан өткіз, ал еліңнен өткіз. Бір заман келеді, ашаршылық болады, сонда халқың аман қалады деген екен. Сонда әлгі байдың екі таудың ортасын нәжиса сиятын малы бар екен, 200 мың жылқысы бар екен. 200 мың жылқының 40 мың жылқысын сол темір жолға беріп, кейін ашаршылық заманда халқын аман алып қалды себепкер болған екен. Сонда 40 мың өзінің жылқысын сол халық үшін беріп отыр. Халқының амандығы үшін беріп отыр. Мінекей осындайларға қызғанып қарау керек екен, қызғанышпен қарау керек екен. Міне байлық негізгі бизнесмен болам деп, бай болам деп, байып мақсат осы жомарт болу. Байлықтан мақсат жомарт болу. Құдай Тағала берді, сен бересің. Құдай Тағала берді, сен бересің. Екі еселеп берді, тағы бересің. Осылайша бере беру. Міне америкалықтар қалай осында мықты болды десең, олардың негізінде, түп негізінде олардың беру бар. Байы да, кедейі де, атеисті де, дінсізі де барлығы Құдайдың жолына деп бере береді. Атеистер де Құдайға сенбесе де сондай бір энергияның өзіне қайтып екі еселеп келетінін біліп, солай бере береді. Бұндай дәстүрді олар Османнан алған екен. Міне құрметті ағайын, осындай мал берген, дүние берген болса, халық үшін жұмсап отырған бір кәсіпкер болса, бұндай кәсіпкердің, бұндай байдың осы байлығына қызғанышпен қарауға болады екен. Ал егер де ол елді жеп байған болса, әрине оларға ешқандай қызғанышпен де басқамен де қараудың ешқандай жөні жоқ. Байлық деген сол, мынау аятта да фастабил хайрат дейді. Фастабил хайрат, жақсы істерде, хайырлы істерде бір-бірлеріңмен жарысыңдар дейді.
Ал енді мына қызғанышқа келетін болсақ, кәдімгі көре алмастыққа келетін болсақ, оны пайғамбар саллаллаху алейхи тыйым салған бір хадисте: иякум уәл хасада, қызғаныштан сақ болыңдар, көре алмастықтан сақ болыңдар. Фаиннаху якулу хасанат. Бұл дейді қызғаныш бойындағы сенің жақсылықтарыңды, хасанаттарыңды жеп кетеді дейді. Яғни адамның бойындағы позитивтерді, энергиялар жеп кетеді. Адамның айналасындағы Құдай Тағаланың беріп тұрған көктен ризығы жауып тұратын осындай ризықтың барлығын, ол қызғаныш бойында егер қызғаныш болса, сені оны жеп кетеді екен, жойып жібереді екен. Сондықтан біреудің дүниесін көріп, оны қызғанудың қажеті жоқ та. Яғни тікелей мағынадағы бір көре алмастықпен, осы байлық азайып кетсін деп көре алмастықпен қызғанудың қажеті жоқ. Керісінше қайта сол сияқты болуға Құдай оған берген екен, берекесін арттырсын, Құдай Тағала бізге де берсін. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы деп жақсы ойда болу керек екен. Кәма такулун нар вал хатаба. Қалайша от бір ағашты жеп қоятын болса дейді, дәл сол секілді мынау қызғаныш адам бойындағы көре алмастықты адамның мынау несін жеп кетеді дейді. Бойындағы позитивті нәрселердің барлығын жеп кетеді дейді. Содан кейін ол еш уақытта табысты бола алмайды, ешқандай да табысқа жете алмайды. Алла Тағала мұндайдан сақтасын. Керісінше жоғарыда хадисте айтқан жақсылыққа жарысуға Алла Тағала біздерді нәсіп қылсын, бай қылсын, берекелі қылсын. Сол байлығымызды берекелі қылып, бай саналы қылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммад ва алейхи вассалам. Әрбір қазақ бай болсын, сол байлығына алаштықтар сияқты сай болсын. Амин. Аллаху акбар.